Қазіргідей қайнаған өмірде адамдар тез қимылдап, ісін шұғыл бітіріп, барынша белсенді болуға тырысады. Ондай кезде жеке автокөлік болмаса, ресми қызмет көрсетушілерге иек артуға болады. Бірақ мұндай сапарлар үнемі сәтті бола бермейді. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз такси жүргізушілерінің мінез-құлық ережелерін айтамыз. Жолаушы көлікке отырғанда амандасып түскен кезде қоштасу керек. Бұл қарапайым ережені барлық жүргізушілер сақтай бермейді. Амандасқаннан кейін баратын бағытты сұрап, қозғалысқа кіріскен абзал. Діттеген жеріне жеткеннен кейін міндетті түрде сау болыңыз деп айтқан дұрыс. Клиенттен әртүрлі болады ғой. Біреулер көңілді отырады мысалы. Біреулер ашушаң болып келіп отырады, біреулер ұрсып келіп отырады мысалы. Әрқайсының тілін таба білу керек. Отырған кісіге сәлем беру керек. Біздің міндетіміз ол, сәлем беру. Біреу сәлемін қабыл алады, біреу қабыл алмайды. Көпшілікпен жұмыс істегеннен кейін әрқайсының көңілін табу керек. Жазылмаған ережеге сүйенсек, жүргізуші жолаушыға әңгімесін таңбауы керек. Сөзі көп, әсіресе өз мәселесін жырлап айтатын жүргізушілер кей адамдардың ашуын келтіреді. Сондай-ақ жол үстінде қатарлас келе жатқан өзге көлік иелерін сынап, немесе жаман сөз айтып, ашуға бой бермеген дұрыс. Егер жолаушы өзі әңгімеге тартса, сөзге араласқанның айыбы жоқ. Рөлде отырған құлақ қапысында арнайы құрылғыларды пайдаланбай, телефонмен сөйлесуге қатаң тыйым салынған. Сондай қозғалыс кезінде фильм немесе роликтер қарауға рұқсат етілмейді. Жолаушыға жақпауы мүмкін тағы бір мәселе – дауысы қатты музыка. Жүргізуші барлық адамдардың талғамы бір еместігін түсініп, оны сыйлауға міндетті. Одан да дауысты бәсеңдетіп, клиенттен рұқсат сұраған абзал. Маңызды жайттың бірі жүргізушінің сыртқы кейпі. Мыж-мыж жейде созылған свитер немесе тізесі шыққан спорттық шалбар кию жарамсыз. Көпшілік олпы-солпы киінген, тері немесе темекінің иісі бұрқыраған адамның көлігіне отырмауға тырысады. Темекі шегуге мүлдем болмайды. Көптеген адамдар жүргізушінің демінен мүңкіп тұрған иісті қоспағанда автокөлік салонына сіңген шылымның иісінен тыжыранады. Ол енді сіз қазір кісіге келіп, мысалы, кісіні орнынан алып жатқан кезде, если сумкалар ауыр болса, біз оған жәрдем беруіміз керек. Балалы болса, есікті ашып жіберуіміз керек. Түсіп, өзіміз мысалы багаж ашып беруіміз керек. Жүктері болса, мысалы, көтермей келсе, салысып жіберуіміз керек. Жүктері ауыр болғаннан кейін көмек қарағанда көмектесу біздің міндет. Жолаушының денсаулығы мен қауіпсіздігі басты орында. Автокөлікті таза ұстап, әрі ақауының жоқтығына сақ болған жөн. Егер сынған тұстары болса, дереу жөндету қажет. Орындық, оның қабы мен аяқ астындағы кілемшелер адамдар жиіркенбейтіндей жүн-жұрқа мен шаңнан таза болғанын қадағалаған жөн. Себебі балалар да салонға отыруы мүмкін. Көліктің ішкі ауасын желдетіп, ара-гідік химиялық тазалау жасап тұрыңыз. Жағымсыз иістерді кетіру үшін бейтарап хош иістендіргіш пайдаланыңыз. Сөмкелер мен шабадандар былған бас үшін жүк салғышта таза болуы керек. Тазалық сақтау жолаушыға да қатысты. Салонда тамақ жеп, сусын ішпеуге тырысыңыз. Сондай-ақ ішке отырмас бұрын аяқ киіміңізді қағып, қар немесе шаңнан сілкіңіз. Водитель қаланы білу керек. Қаланы білгенде де қазір күн сайын ауысып жатқан дүние. Мысалы, бүгін мына жерде мына ЖК салынып жатыр. Ертең ана ЖК салына салады. Оның шын біз мысалы 5 саусақтай білемін деп айтпаймын, 4 саусақтай қаланы өзін білсек те, біз өзіміз жаңылысып қаламыз. Керек болса, төгістерін өздері де таппай қалады. Навигатормен барғаныңыз білмей қаласың. Күнде өзгеріп жатқан дүние, дамып жатқан заман. Бүгін ана ЖК салынып қалды дейді, оның аты шығып кетеді. Мысалы, оның өзін табу, бірақ білу, мысалы, қаланы 5 саусақ болмаса да 4 саусақ, 3 саусаққа білу бұл міндет. Жолаушының рұқсатынсыз жол жөнекей тағы басқа адамды ала кету дөрекі әрекет. Алдымен клиентіңіз қарсы емес пе жоқ па сұрап алыңыз. Сондай-ақ жүргізушінің қалтасында қайтарым жасауға ұсақ ақшасы болуы керек. Егер қайтарар ақша болмай қалса, жақын жердегі дүкенді іздеудегі шығын жүргізушінің мойнына жүктеледі. Ақша ұсатқаннан кейін жүргізуші жолаушыны діттеген жеріне жеткізіп тастауы міндетті. Клиент қандай купюрамен төлейтінін алдын ала диспетчерден де сұрап алған артық болмайды. Кез келген автокөлік кішігірім үй, ал жүргізуші оның иесі. Сондықтан шағын үйдің ыңғайлы әрі қонақжай болғаны әрине тек иесіне ғана байланысты. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.